Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біздер балдардың ең сүйікті тәттілерінің бірі рогаликиді жасайтын боламыз. Оған біздерге керегі қант. Міне қант пен дрожжды бірге салып қойдым. Бүгін бізде жаңағы ашытылған қамырдан жасалынады рогалики. Сүт бізге 100 миллиграммдай қажет болады. Или 150. Доз кішкене жарты қасық, чайная ложка, бір жұмыртқа, содан соң ұн, ертілген сармай. Соңында ертіп жіберемін. Ал енді онда бастаймыз. Бірінші қант пен дрожж кетеді. Одан кейін сүт жылы болды. Енді бұны араластырамыз. Сүтіміз жылы болу керек. Содан соң тұз бен жұмыртқаны бөлек басқа ыдысқа екеуін араластырып аламыз. Араластырып ұнды қанша салдым, мен ұнды өлшеп салғаным жоқ. Қамыр жұмсақ болғанша ұнды салып илеймін. Ал келесі бізге ұн. Соңында ағмай. Ой, кешіресіздер, соңында сары май кетеді. Қазір қамырымыз жұмсақ болғанша ұнды салып илей береміз. Ал енді қыздар, қалғанын қолмен илейміз. Енді сармайды ерітіп, сармай 50 граммдай ерітіп, илуді жалғастырамыз. Содан соң бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қыздар, мінеке осындай қамыр болып шықты. Жұмсақ. Қазір бетін пленкамен жауып қоямын. Жарты сағатқа қоямын. Жылы жерге көтерілу үшін кішкене. Мінеке қамырымыз кішкене көтерілді. Енді бұны бөлшектерге бөліп рогаликті жасаймыз. Мына жерде ұн сепсек те болады екен. Кішкене жабысып жатыр. Мен 3 бөлікке бөлем. Неке дөңгелектеп. Қыздар, рогаликтің ішіне мен творог саламын және шоколад саламын. Сосын ештеңе салмасам да болады. Балдар қалағанын жейді. Өз таңдаулары. Былай кесіп аламыз 8-ге.
Содан кейін творог салып шығамыз. Содан кейін орап шығамыз. Қызып тұрған духовкаға 180 градуста салып аламыз. Қазір қалғандарына мен шоколадпен ешқандай начинка салмай жасаймын. Ал қыздарымники рогалики дайын болды. Жұп-жұмсақ. Мынада творог екен. Қазір. Мынада меніңше ештеңе жоқ. Или шоколад.